Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Janibek Alimxanұлы чемпиондығын қорғау алдында мәлімет жасады. Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары достар. 1000 подписчик болдық. Barchaga рахмет айтамын достар. Екен, мен уәде берген бірінші конкурсыма стартты бердім. Ол ешқандай букмекерский контора, ешқандай реклама ештеңе болмайды. Қазірдің өзді лайк басып, подписация болып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің бірінші конкурсым қалай болады? 5 адамға әрбір айда 10.000 теңгеден беретін боламын. 50.000 теңге болады. Екінші айда ол екіресі көбейеді. 10 адам болады. 15, 20, 25, 100 адамға шей барады достар. Просто так не істеу керек конкурсқа қатысу үшін? Конкурсқа қатысу үшін бірінші орында әрбір видеоға лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелу қажет достар. Әрбір видеоны көру қажет. Мен әрбірін бір айда 5 адамды таңдап аламын. Әрбір видеоны көрген ба, жоқ па, лайк басқан ба, подписация болған ба, сол болады. Екінші рубрика контент қазақша. Өте мықты контент болады. Оған бір 2-3 күн уақыт керек. Мен сіздерге көрсететін боламын. Баршаға сәттілік достар. Орта салмақта WBS чемпиондығы Janibek Alimxanұлы титулы бар өзге боксшыларға оң қатты. 29 жастағы қазақ боксшысы белбеуін алғашқы рет қорғауға дайындалып жатыр. Janibek Alimxanұлы 14 нокауты бар британиялықпен айқасқа шығады. Чемпиондардың нокаутқа түсіруге дайындалып жатырмыз. Әрине, егер олар айқасуға келіссе, депті Janibek әлеуметтік желіде жарияланған жаттығу видеосындағы жазбада. Тәуекелге бармады. Бұрынғы чемпион Канелоның Головкинді жеңгені жайлы. WBS нұсқасы бойынша әлемнің бұрынғы чемпионы украиналық Александр Гвоздик, мексикалық Саул Канело Альварес пен Геннадий Головкинді сынаудан қажеті жоқ екенін айтты. Сонымен қатар, Гвоздиктің айтуынша, бұл айқаста Канело жоспарды керемет құрып, оны орындап шыққан. 18 қыркүйек күні Лас-Вегас, ақш қаласында Альварес пен Головкин 3-ші мәрте кездесіп, төртшілердің шешімі бойынша мексикалық жеңіске жетті. Бұл жекпе-жекте Альварес өзіне тиесілі екінші орта салмақтағы IBF, WBS, WBI, Super және WBO белбеулерін қорғап қалды. Жақсы жекпе-жек болды. Канело тәуекелге бармады. Барлығын таза істеді. Кейде бізге ашық айқасты тамашалаған ұнайды. Бірақ бұл боксшылар өз жұмыстарын таза істеп шықты, деді Гвоздик. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең маңызды, ең мықты видеолар, контенттер ала алдында достар.